қорықпай өте ірі денелі Жалут атты билеушінің алдына шыға алған Дәуіт пайғамбардың адам сенгісіз оқиғасын еститін боласыз. Қасиетті кітап Құранда да есімі 16 рет айтылған Дәуіт пайғамбарға байланысты қызық оқиғалар. Ол кіші кезінен басталған еді. Таулар және тастардың, жануарлардың сөйлегені бұл оқиғада періштелер тасыған қасиетті сандықтан бастап құпиялы өзендер және білуіңіз керек болған көп деталь бар. Әлемнің ең мықты патшаларының бірі Әзіреті Сүлеймен пайғамбардың әкесі Әзіреті Дәуіт пайғамбардың өмір оқиғасын тыңдауға дайын болсаңыз, бастаймыз. Үш мың жыл бұрын Құдыстың оңтүстігінде Әзіреті Иса пайғамбар өмірге келген жерде бір бала өмірге келді. Отбасында 13-ші болып өмірге келген бұл бала Әзіреті Дәуіт еді. Ибрани тілінде көздің қарашығы деген мағына беретін Дәуіт есімі отбасында ерекше орны бар еді. Себебі әкесі оны жас кезінде басқаша екенін, онда бір нәрсе бар екенін сезген болатын. Әзіреті Дәуіт шопан бір отбасында өмірге келген. Оның отбасы табиғатқа өте жақын еді. Оның бала кезі жануарлармен табиғат қойнында өткен. Қасиетті Құран кітапта ол туралы 16 рет айтылады және оның ең керемет ерекшелігі дауысы еді. Алла тағала оған өте керемет дауыс береді. Ол сөйлеген кезде, ол Алланы зікір еткен кезде тау, тас, жануарлар оны тыңдап, оған қосылып Алла тағаланы зікір ететін. Рас, оған тауларды бағындырдық. Олар онымен бірге іңірде, әрі сәскеде Алланы дәріптейтін еді. Оған құсты тобымен бағындырдық. Барлығы Алланы дәріптеуші еді. Оған берілген ерекшеліктің тағы бірі болса темірді қолмен бүктей алуы және ерте алуы еді. Темірге қалаған пішінін бере алған Әзіреті Дәуіт алдағы уақытта түрлі қару-жарақтар жасайды. Әзіреті Дәуіттің жас кезінде басынан өткізгені үлкен шытырман оқиға, денесі ірі Жалутпен жекпе-жекке шығып оны жеңеді және өз атын тарихқа жаздырады. Әзіреті Дәуітті Жалутқа алып барған жол қалай басталғанына бір көз салайық. Барлығы сол кездері Мысыр және Дамаск қаласының ортасында Амалика тайпасының билеушісі Жалут есімді билеушінің Израиль ұлдарының басына үлкен мәселе туындатуымен басталады. Бұл билеушінің ерекшелігі, оның сыртқы көрінісі. Батыстың тарихшылар оны ірі билеуші деп біледі. Оның бойы орташа 3 метр болған деседі. Жалут Израиль ұлдарын қиратуды жоспарлап, қалаларды отпен өртейді. Әйелдерді және балаларды алып қашты және Израиль ұлдарын жеңіп, оларды нашар халге түсірді. Бұл жетпегенде Жалут қасиетті сандықты олардан тартып алып, қасиетті сандықты лас жерге, лас бір бұрышқа тастап қойды. Бұл жағдайдан шаршаған олар өз пайғамбарларына барып Аллаға дұға жасауын сұрайды. Пайғамбарға Израиль ұлдарына Талут есімді адам лидер болатынын білдіреді. Бұны естіген олар Талут кім деп наразы болады. Израиль ұрпағынан болмағаны үшін оған күмәнмен қараған яһудилер Талут бізге өз күшін көрсетсін, біз оған лидер болатынына осылай сенеміз дейді. Осыдан кейін қасиетті сандықты періштелер Жалуттан алып келіп Талуттың есігінің алдына тастайды. Қасиетті сандық Талуттың есігінің алдында пайда болғаннан кейін яһудилер Талутты лидер деп қабылдады. Оның бастамасымен құрылған 80 мың әскермен жолға шықты. Талут лидерлік етіп, Жалуттың қолындағы әйелдерді, балаларды және бағалы заттарды қайтарып алуды жоспарлады. Бірақ әскерлердің бұл соғыста бастарына келетін адам сенгісіз оқиғадан хабары жоқ еді. Пайғамбар Талутқа ескерткен еді: жолда бір өзен көресіздер. Әскерлеріңе айт, Алла тағала сіздерді осымен сынайды. Оларға айт, ешкім бұл өзеннен тойып су ішпесін. Қатты шөлдегендер болса бір жұтым су ішіп қоя салсын деп ескертеді. Бұл ескертуді Талут бүкіл әскеріне жеткізеді. Бүкіл әскер бұны естісе де тек қана 4000 әскер су ішпеді, ал 76 мың әскер өзен суынан тойып ішті. Бұл су олардың энергиясын алып қойды. Жүруге шамасы қалмай қалады. Қалған 4000 әскер аз болғандықтан қорқып қашып кетеді. Осылайша 313 әскер қалады. Талут қалған жолды осы 313 әскермен жалғастыру керек болатын. Бәдір соғысында да әскердің саны
13 еді. Қызық. Енді ең қызық жеріне келейік. Бұл 313 әскердің ішінде Әзіреті Дәуіт пайғамбар да бар еді. Ол жас еді, тіпті басқарушы немесе пайғамбар да емес болатын. Бірақ бұл баладан пайғамбардың хабары бар еді. Әзіреті Дәуіт Жалуттың әскеріне қарсы бара жатқан кезде оның құлағына дыбыс естіледі. Айналаға қарады, бірақ ешкім бұған қарап тұрған жоқ болатын. Бұл дыбыстың алда тұрған 3 кіші тастан келгенін байқайды. Ол тастар бізді де қасыңа ал. Жалутты бізді пайдаланып сен өлтіресің дейді. Тастардың бұл сөзінен кейін Әзіреті Дәуіт тастарды сөмкесіне салып жолды жалғастырды. Соңында Амалика жеріне жетіп барған еді. Бұл ірі денелі Жалут кіші әскермен келе жатқан яһудилерді көріп қатты күледі. Алып келетін басқа адам таппадыңдар ма деді. Соғыс майданы шаңмен мыңдаған әскердің даусымен басқаша атмосфера болатын. Бүкіл көз ірі денелі Жалутта болатын. Ол гүрілдеген даусымен Израиль ұлдары арасынан алдыма кім шығады деді. Бүкіл әскер үнсіз еді. Барлығы ірі денелі әскердің алдына шығуға сенімсіз болатын. Сол кезде жас шобан қарапайым киім киген бала майданға қарай аттанды. Әзіреті Дәуіт. Қарапайым әскердің қолданғаны қару онда болмай, оның қолында тек қана 3 тас бар еді. Ол өзіне сенімді еді. Оны көрген Жалут тағы да күлкіге берілді. Әзіреті Дәуіт бұл сәтте күткендей өзіне сенімді түрде тастарын мұқият таңдап, жібіне байлап лақтырды. Әскерлердің айқайы артынан тастың Жалутқа тиген дыбысы, артынан ол ірі дененің жерге құлаған дыбысы естілді. Жалут басының ортасына келіп тиген тас нәтижесінде жерге құлаған болатын. Әзіреті Дәуіт Жалуттың қасына барып, оның қылышын алып, оны өлтіреді. Яһудилер қуаныштан айқайлап жібереді. Бұл жас шобанның әрекеті бүкіл әскерді қанағаттандырды, және бүкіл әскер Жалут әскеріне қарсы жеңіске жетті. Бұл оқиғадан кейін Талут қызын Әзіреті Дәуітке береді. Дәуіт Жалутты жеңгеннен кейін халық арасында өте танымал еді. Бұл жеңістен кейін Дәуіт Талуттың әскер арасында мансабы жоғарылады. Біраз уақыт өткеннен кейін Талут Дәуіттің танымалдылығын және сәттілігін көре алмай, оны өлтіруге тырысты, бірақ сәтсіз болды. Осыдан кейін Дәуіт Талуттан қашуға мәжбүр болды. Ұзақ уақыт бойы басқа жерде өмір сүрді. Бұл уақыт ішінде Дәуіттің иманы артып, өз халқына лидер болуға деген сенімі арта түсті. Жылдар өтіп, Талут өмірден өткеннен кейін яһудилер жаңа лидер ретінде Әзіреті Дәуітті таңдады. Ол енді патша еді. Патша болғаннан кейін оған пайғамбарлық та берілді. Оның билігі кезінде яһудилер алтын ғасырын басынан өткізді. Әзіреті Дәуіттің көп баласы болды. Өзі жас кезінде балалар арасында ерекше болғаны сияқты, оның да балалары арасында ерекшесі бар еді. Ол Әзіреті Сүлеймен болатын. 40 жыл пайғамбар әрі патша болған Әзіреті Дәуіт 100 жасқа келген кезде сырттан келіп өз үйіне кіреді және танымаған бір бөтен кісі көреді. Сен кімсің деп сұраған кезде алған жауабымен бұл өмірдегі уақыты соңына келгенін түсінеді. Себебі бөлмесіндегі бөтен кісі мен Әзірейлмін деп жауап берген еді.